жобаның мақсаты электр энергиясын сымсыз жіберуді оқу және насихаттау, сонымен қатар дәріптеу. Оның міндеттері әлемдік ғалымдардың тәжірибелерін оқып түсіну, сымдардың электр энергиясын сымдарсыз жіберуді білу. Сымсыз электр энергиясы дегеніміз не? Сымсыз электр энергиясы дегеніміз электр энергиясын сымсыз жіберу технологиясы. Оларға мысал алып қарасақ, Wi-Fi, Bluetooth, планшет сияқты технологиялар жатады. Бірақ бұның бір айырмашылығы бұл тиімділікті көп қажет ететін технология. Ұлы ғалымдар ашылуына негіз болған ең алғашқы ғалым Ампер ғалымы. Ол 1820 жылы сымдардың өзара әрекеттесу заңын ашып шығарды. Келесі ғалым 1864 жылы Максвелл Фарадейдің деректерін математикалық түрге аударды. Никола Тесла 1903 жылы сымдарсыз электр қуатын алғаш жаққан ғалымдардың бірі болды. Бірақ ол жаққанымен 1903 жылы ол жүзеге аспай мұнара құлап қирап қалды. Тесланың қорытындысы ол электр энергиясын жүзеге аспайтынын, оның алыс шақырым жерлерге бару қажеті жоқ екенін айтты. Ал оның артынан қалдырып кеткен мұнарасы, ол сол өзінің ғасырларында бағаланбай, кейін көптеген ауқымды компаниялардың назарын аударды. Қорытындылай келсек, электр қуатын сымдарсыз жіберу ол қазіргі заманға сай технология, оны қолдану ыңғайлы әрі пайдалы болып келеді. Экономикалық әсері. Біріншіден, ұлы жібек жолының не екен және оның бүкіл әлемге әкелген маңызын ойластырып, қарастырып алайық. Негізі, ұлы жібек жолы ол адамзаттың тарихындағы адамзат көрген құрлық бойынша жүретін ең үлкен сауда жолы. Ол бойынша көптеген товарлар өткізіледі. Шетін бас. Он емес? Стрелка тұрғын еді ме? Жоқ. Айта бер. Ұлы жібек жолы туралы арқылы көптеген товарлар бүкіл әлемге өткізіледі. Ол Қытайдан басталып, Еуропаның соңғы жақтары Испания, Португалия секілді мемлекеттерге дейін жүреді. Бірақ біздің қарастыратынымыз Қазақстан арқылы Қытайдан келген көптеген түсті металдар, шай, тағы да басқа заттар өткізіледі. Және Қытайдан келген ең маңызды технологиялардың бірі деп порох және жаңғыш заттармен қағаздың жасалу технологияларын айтсақ болады. Ол Қазақстан арқылы бүкіл Еуропа және Үндістан жерлеріне дейін тарады. Ал Үндістаннан Еуропалардан түрлі түсті металдар, және түссіз металдар және көптеген дәмдеуіштер келді. Тақтадан Қазақстаннан өткен ұлы жібек жолының картасын көріп тұрады. Қазақстан аумағында ұлы жібек жолының өтетін қалалар. Ол Түркістан, Отырар, Сайрам, Испича, Сауран, Қойлық, тағы да басқа көптеген қалалар өтеді. Олардың кейбіреулері қазіргі заманда аты өзгерген, немесе жойылып кеткен. Мысалы айтқанда, Отырар қаласы. Шыңғыс ханның басқыншылық уақытында бұл қаланы жермен жексен қылды. Бірақ бұл уақытқа дейін Отырар қаласы ең үлкен қалалар және Отырар қаласында ұлы жібек жолы арқылы өткен білімдер мен кітаптардың барлығы жиналған ең үлкен
үлкен кітапханалардың бірі болды. Қалалардың өсуі Ұлы Жібек жолының бойында тұрған қалалар, мысалға айтқанда, Отырар, Түркістан, тағы да басқа қалалар осы Ұлы Жібек жолы арқылы өтіп бара жатқан сатушыларға баспана және қауіпсіздігін қамтамасыз еткізеді. Осы арқылы солардан көптеген ақшалар алады және олардың өзінің жерлерінен өткені үшін салықты алады. Осы арқылы бұл қалалар тез дамып кетеді және осы саудагерлер өткен соң олар өздерінің товарларын осы жерде сатады. Осы арқылы осы қалаларда қолөнер тағы да басқа өнерлер жақсы дамиды және білімнің орталығы болады десек болады. Осы арқылы бұл жерде түрлі діннің мәдениеттің өкілдері және ғұламалар өтіп жүреді деуге болады. Осы арқылы бұл жерлердегі мәдениет жақсы өркендеп кетеді және түрлі технологиялармен күшті зәулім сарайлар құрастыруға мүмкіндік болады. Осы мәдениетке әсері бағанағыдай айтып кеткеніндей, осы мәдениет арқылы біз айтқан нелерде кітапханалар және түрлі білім орталықтары ашылады. Экономикалық маңызды бағанағыдай айтып кеткеніндей, бұл жерде саудагерлерден салық алынады және саудагерлер өздері де сатады. Осы арқылы Қытайдан және Еуропадан келген, Үндістаннан келген көптеген товарлар өтеді. Қазіргі күндегі маңызды. Қазіргі күнде Ұлы Жібек жолы жойылып кеткен болғанымен, Қытай оны қазіргі заманда қайтадан жасағысы келеді. Себебі ақш-тың Қытайға көрсеткен қысымының кесірінен құрлық бойынша жүретін ақш-қа тәуелсіз және басқа мемлекеттерге тәуелсіз жолды құрғысы келеді. Және бұл Ұлы Жібек жолы арқылы біз өзіміздің еліміздегі туризмді дамыта аламыз. Қорытындылай келе, Ұлы Жібек жолы Қазақстан экономикасына және мәдениетіне орасан зор әсерін етті деп айтуға болады. Және ол маңызы мен әсері қазіргі күнге дейін болып жатыр. Себебі қазіргі күнде де Ұлы Жібек жолының бойына туризм бойынша келіп тұрады. Тақырыбы тәуелсіз Қазақстанның дамуы. Сабақ мақсаты тәуелсіз Қазақстан дамуының негізгі кезеңдері мен жетістіктерін талдау арқылы оның болашақ даму мүмкіндіктерін анықтау. Тәуелсіз Қазақстан Республикасы 1991 жылы 16 желтоқсанда өзінің тәуелсіздігін алды. Және тәуелсіздіктен кейін Қазақстан саяси, экономикалық және мәдени арқылы көптеген өзгерістерге ұшырады. Біздер еліміздің басты мақсаты егемендігін сақтап, дамыған елдердің қатарына қосылу болды. Бізде Қазақстанның даму кезеңдері үшке бөлінеді: саяси даму, экономикалық даму және мәдени және білім саласы. Саяси даму. Тәуелсіздіктен кейін Қазақстан Конституциясын қабылдады және 1993-1995 жылдар аралығында ата заң бекітіліп, Біріккен ұлттар ұйымына қатысып, еліміздің беделі артты. Экономикалық даму. Уақыт өте келе Қазақстан нарықты экономикаға көшті. Мұнай, газ, металл сияқты пайдалы қазбаларды дұрыс қолдана отырып, бізде экономикамыз нығая түсті. Және қазіргі таңда бізде көптеген фабрикалар, зауыттар, кәсіпорындар ашылып, экономикамыз дами бастады. Мәдени және білім саласы. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан елінде көп жаңа мектептер, университеттер ашылды. Және қазіргі бізде көптеген білім жүйесі дамып, ғылым саласында көптеп дамыды. Болашақ бағдарламасы арқылы жастар шетелде оқу мүмкіндіктерін алды. Білім беру жүйесі. Қазіргі таңда Қазақстан білім жүйесін және ғылым сапасын жақсы дамытып, көптеген жастарға мүмкіндіктерді ашып беріп жатыр. Және әр азаматтың
өздерінің үлесі бізге өте маңызды. Қоршаған қазіргі көп жүріп жатқан мәселелеріміздің бірі қоршаған орта. Оның артықшылықтары және кемшіліктері. Артықшылықтары табиғи ресурстарды тиімді пайдаланып, қоршаған орта, яғни экологияны дамыту және жасыл технологияларды қолданып, көптеген жұмыс орнын көбейту. Ал кемшіліктер көбінесе өндірістерден экологиялық талаптарға сай келмейді және халық арасында экологиялық сауаттылығы төмен адамдар өте көп. Келесі бізде келешек жоспарлары. Қазіргі бізде өте көп жоспарлар бар. Соның ең біріншісі білім жүйесін жаңарту және цифрландыру, энергетика және экология мәселелерін шешіп, және экономиканы дамыту. Қорытындылай келе, тәуелсіздік бізде Қазақстанның өте ең үлкен жетістіктерінің бірі. Болашақта Қазақстанды тағы үлес қосу үшін жастарымыздың еңбегі мен білімі өте маңызды. Қазақстанның осындай көптеген білім беріп жатқан жастарының арасында бұл білімдері өте кеңінен таралып жатыр. Және назарларыңызға рахмет. Біздің тақырыбымыз құпия сөздің беріктілігін анықтау. Бізде құпия сөздің беріктілігін анықтаудың мақсаты әлсіз және мықты құпия сөздердің айырмашылығын дәлелдеу және оларды тексеретін жүйе жасау. Және де бізде құпия сөздің бұзу оқиғалары. Бізде 2012 жылдан 2019 жылға дейін бізде бұзу оқиғалары көп орын алған. Бізде 2012 жылы LinkedIn, ал 2019 жылы Facebook'тан көптеген құпия сөз бұзу оқиғалары орын алды. Бізде ең көп бұзылатын парольдердің бірі 1, 2, 3, 4, 5, 6 және де QWERTY деген секілді тағы басқа оқиғалар орын алды. Парольдеріміз осындай. Және де бізде зерттеу бөлімінде сауалнама мен тәжірибені айта кетті. Бізде сауалнама мектеп оқушыларына алынды. Оларда 68% өте әлсіз құпия сөздерді пайдаланғаны анықталды. Оларда бізде өзінің аты жөні, немесе өзінің жылы, немесе 1-ден 6-ға дейінгі жаңағы парольдер. Ал бізде тәжірибелік бөлімде, бізде тәжірибеде Касперский сервис құпия сөзінде тексергенде, ода 1-ден 6-ға дейінгі пароль ең тез бұзылатын парольге жататындығы дәлелденді. Ал үлкен кіші сандармен, әріптермен, белгілермен белгіленген парольдер, олар ұзаққа дейін, 10 000 жылға дейін бұзылмайтынын дәлелденді. Оған мысал келтірсек, біз IQ EPEX 2026 жұлдызша деген парольді келтірсек болады. Және де бізде, осыны айта кеттім, бізде PISM бағдарламасы бар. Бізде PISM бағдарламасы мен PISM тілінде құпия сөздің беріктілігін бағалайтын бағдарлама кодын жаздым. Бағдарлама құпия сөздің үлкен ұзындығын, ішінде оның үлкендігін, сандары мен әріптерін белгілейтіндігі тексерілген. Және де бұл жерде тексерілді. Бұл жерде 1-ден 6-ға дейінгі сандар ең әлсіз сандар екендігі дәлелденді. Ал School 2026 деген орташа пароль екендігі дәлелденді. Ал IQ EPEX 2026 жұлдызша ол ең мықты пароль екендігі дәлелденді. Бізде қорытындылай келе, бұл жерде құпия сөз кемінде 8-12 таңбадан тұру керек, және ол жерде құрамында үлкен кіші әріп, сан немесе белгілер болуы тиіс, және де ол жерде әртүрлі сайттарға белгілі бір парольдерді бірдей қылып қоюға болмайтындығы дәлелденген. Осымен аяқталды біздің сабағымыз.